Қайырлы күн достар, мен сіздерге бүгін дәмі өте ерекше, ауызға салған кезде еріп тұратын вафлидің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл үшін құрғақ ыдысымызға 5 жұмыртқаны жарып аламыз. Сосын оның үстінен алдын ала өлшеп алынған сахарымызды саламыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Сахарымыз жақсылап ерігеннен соң үстінен осылайша кез келген 20% қаймақтан 2 қасық ас қасық саласыздар. Оны да араластырасыздар. Оның үстінен ерітілген, алдын ала бөлме температурасында ерітілген сұйық майды салып, оны да жақсы араластырамыз. Үстінен ұн саламыз. Сосын дәмі өте тамаша болу үшін корицаны 1 ас қасық корица салдым. Және де разрыхлитель саласыздар. Үстінен қопсытқышты салып, 1 келкі масса болғанша жақсылап араластырасыз. Мінекей осындай сұйықтықта болу керек. Алдын ала қыздырылып қойған вафельнемізді осылайша сұйық маймен майлап аламыз. Оны бір-ақ рет жасайсыздар, жабысып қалмау үшін. Осылайша үлкен қасықпен бір ас қасықтан салдым. Осылайша міне біздің вафельдарымыз пісті. Сіздер жасап көріңіздер. Дәмі өте ерекше болады, балдарыңызға ұнайды деген ойдамын.